Әділбек Қаба, қабір қазған, ақсақал айтқан әңгіме желісімен. Жалғасы. Күй күңіреніп барып тыңғанда, үлкен кішінің алқымдарына өксік тығылып, көздері боталап отыр еді. Кішкентай Сүгірәлі күй біткенде Алқаның кеудесіне басын қойып, еңіреп жіберді. Алқаның да ақ жүзінен қос тамшы жарыса ағып бара жатты. Өмірінің ең соңғы сәтіне дейін, тіпті оның жалаңаш денесін отқа қақтап жатқанда да, қолынан домбырасын тастамаған Қожекенің тағдыры шынында да аянышты еді. Бірақ оның қаншалықты тән азабын тартқанымен, жауына бас имеген рухының биіктігі бәрін таң қалдырды. Абыл күйші Қожекеннің күйін тамамдаған соң біршама үнсіз отырды. Содан соң барып үй ішіне орнаған ауыр үнсіздікті ұзақ күйші бұзды. Әттең, қазақтың ұшы-қиыры жоқ кең даласында нелер дарабоз күйшілері бар ғой. Әр күйшінің өмірі, әр күйдің тағдыры бір-бір тарих. Мына күй сайысқа аяқ жетер жердегі күйшілер ғана келді. Егер сайын даланың бар саңлағын жинасақ, мына аспанның астын күймен күңіретер едік. Мүмкін ондай да заман болар. Бұл күнде елге қорған болып, Ресейдің әскерін айбатымен сескендіріп тұрған Кенесары мен Есет батырдың соңына халық ерсе, Ресей патшасының әскерін түре қуып шығар мүмкін. Әңгімеге Құрманғазы араласты. Орыстың түрмесінде отырып, саяси көзқарасы үшін жер аударылғандармен талай әңгімелесіп, Ресей патшасының көздегені не екенін біліп қалған ол өз күдігін ортаға салды. Ресей патшасының қазақ жерін жаулап алуға ұмтылуы бүгін басталған жоқ. Олар жыландай жылжып, ақырындап жолындағысын жалмап келеді. Алдымен қазақты ханынан айырды. Ханы жоқ елге өзінің сұлтандарын сайлады. Енді қазақтың басының қосылып, қарсы шығуына мүмкіндік бере қояр ма екен? Саясатқа қарай ойысып бара жатқан әңгімені көк бала күйші басқа ұғанға бұрып жіберді. Ақсақалдар, біз домбыраны ардақтаймыз деп қазақтың қасиетті қара қобызын жетімсіретіп қойған сияқтымыз. Анау етек жақта отырған қобызшы жігітке бір кезек берсек қайтеді? Ақсақалдар көк бала күйшіні қолдап, қобызшы жігітті төрге оздырды. Құрманғазы мен көк баланың қасына жайғасқан қобызшы жігіт қара қобызын сайлап сөз бастады. Жайықтың арғы бергі бетін аралап талай күй тарттым. Бәрінің де арманы елінен айрылмай, ешкімге құл болмай, жерді сақтап қалу. Жаңа сіздер Кенесары батыр туралы айтып қалдыңыздар ғой. Мен сіздерге сол батырға қатысты туған бір күй туралы әңгімелеп берейін. Ресей патшасының басқыншылықтарына қарсы соғыса жүріп, Кенесары қалың қолмен Арқаның бетпақ дала жақ жапсарындағы Болат, Таятқан, Шұнақ, Мұңлы, Қулы тауларына жетіп, сол жерде біршама уақыт аялдайды. Бұл аймақта Шортбалы, Тарақты, Тама рулары жайлайтыны белгілі. Кенесары сол қоныста отырып, күш жимақ болып, әрі әскеріне азық болатын мал алдыру үшін інісі Наурызбайдың жанына 40 жігіт қосып, Тілеуқабақ деген кіші жүздегі бір байға аттандырады. Наурызбай батыр Тілеуқабақтың көп малды қиғысы келмегеніне қарамай, жылқыны үйірімен айдап кетеді. Байдың әлі, Мұса деген екі ұлы батырға қарсы келе алмайды. Сол кезде Тілеуқабақтың Ханшайым атты жалғыз қызы сауыт сайманын киініп келіп, Наурызбайды жекпе-жекке шақырады. Ханшайым үріп ауызға салғандай ғажап сұлу қыз екен. Мұны көрген Наурызбай қызға қол көтере алмай, сен жау болатын емес, жар болатын адам екенсің дегенде, қыз да, сен де менің теңім екенсің, бірақ қыз алатын жұртына жігіт қырғидай тимес болар дегенді білдіреді. Сөзге тоқтаған Наурызбай жылқыны кері айдатып, Ханшайымға құда түсіріп жар етіп алады. Кенесары батыр інісіне дүрілдетіп той жасайды. Екеуіне арнап бөлек отау тіктіреді. Кенесары да құдай бекер жаратпаған адам ғой, көзінің сұғы бар екен. Бірде сәлем сала келген келініне қарап, менің інім жаудан да, сөзден де жығылмаушы еді. Неге құры қол қайтты десем,
келін ақылына көркі сай бала екен ғой депті. Оның көзі тиген адам оңбайтынын білетін бәйбішесі: «Батырым, көз сұғың өтіп кетпесін, түкіріп қой», деді қалжыңдап. Айтқандай-ақ содан кейін 3 күн ауырып, ханшайым қайтыс болады. Осы оқиғаны естіген Ықылас деген қобызшы күңіретіп күйге салған екен. Енді мен сол күйді берейін. Қобызшы күйді аңыратып салғанда алдымен қаптаған жауға аттанған Кенесары, Наурызбай батырлардың арыстандай айбатты бейнелері көз алдыңа келгендей. Құрықтыңды құл, тұлымдыңды күң қылмаққа келе жатқан Ресей патшасы басқыншыларына қарсы тұрған қол елес береді. Ел үшін, жер үшін болған айқас елестейді. Енді бір сәтте жап-жас Наурызбай мен ханшайымның махаббаты күй сарынымен жүрегіңді өртейді. Әлден уақытта қуанышқа толы үн мұң мен азаға ұласып, құмығып, құсаланып барып бітеді. Қобызшы жігіт күйді қиялай ұшқан кранның тұғырына қонғандай бәсеңсітіп барып қондырғанда, күй тыңдап отырған жұрттың бәрі ұшы-қиыры жоқ бір терең ойға еніп кеткен еді. Үнсіздікті Дәулеткерей сұлтан бұзды. «Қасиетіңнен айналайын, қазақтың қара қобызының киесі әлемге белгілі. Мен бала күнімде осы аспаптардың тарихы туралы талай дәріс тыңдағаным бар. Бір замандарда Византияға барып, бақсылығымен таң қалдырған Қыпшақ көкем бақсы Үрімге, Мысырға елші боп барған Көсе, Беренде бақсы, Тоқтығұл ханның тұсында Иранда елші болған Барақ бақсы, Дешті Қыпшақтағы бақсылардың бақсысы атанған Сары Салтақ бақсы, осы қасиетті қара қобыздан күй төгіп, қара суды теріс ағызатын қасиетке ие адамдар болған екен. Дәулеткерей сұлтанның сөзін Баламайсан күйші іліп әкетті. Қазаққа домбыра мен қобызды берген Құдай неткен шебер, күй құдіретімен бірге бақсылық өнерді де қоса дарытқан ғой. Ақыры бақсылар туралы әңгіме айтылып қалған екен. Мен сіздерге Қойлыбай бақсы туралы айтып берейін. Сонау қобыздың атасы Қорқыттың заманында Қойлыбай атты бақсы болған екен. Бірде үлкен той болып, сол тойда Қойлыбайдың қобызының қасиеттілігін білетін көк жарлы Барақ батыр: «Қобызыңның қасиеттілігі рас болса, ел айтқандай, мықты бақсы болсаң, ат бәйгесіне қобызыңды қос деп қоймайды». Аяғы жоқ, қолы жоқ қобыздың аттай шаппайтынын білсе де, қисынсыз қолқа салып отырған Барақтың өтінішіне Қойлыбай келіседі. Сөйтеді де, жарыс басталған жерге алдын ала келіп, қобызын үлкен сексеуілге байлатып тастайды. Бұл уақытта бәйгеге қосылған аттардың қарасы көрінеді. Осы кезде Қойлыбай қолына семсерін алып, ары-бері сілтеп, бақсы ойнайды. Бір сәтте үлкен құйын тұрады. Айнала шаңға оранып, ысқырынып жел тұрғанда жұрт көзін аша алмай қалады. Шаң басылған соң қараса, о тоба, байланған томарды тамырымен жұлып сүйретіп алған қобыз бәйге аттарының алдында келе жатыр екен. Сөйтіп Қойлыбай бақсы қобызының қасиетімен бүкіл жиналған жұртты таң қалдырған екен. Қазір ондай қасиетке ие адамдар қалмай барады ғой. Осы қара қобызбен құдіретті күйдің мирас болып қалғанына да шүкір. Енді осылардан да айырылып қалмасақ екен. Баламайсан күйшінің әңгімесін үйіп тыңдаған жұрт оны жан-жақтан қолдап, қобызшы жігітке тағы бір күй тартуға қолқа салды. Жігіт Қорқыттың күйін күңірете тартқанда, отырған жұрт сілтідей тынып, жүректі шымырлатқан осынау ғажайып үн бойларын билеп, ұйығына тартқан күйдің тереңіне сүңгіп бара жатты. Бірақ бұл сәтте көбейді өлтіруге жіберген қара бақсының жансыздары қолайлы сәтті күтіп, үй сыртын айналсоқтап жүрген болатын. Олардың Тәттімбетке қастандық жасап, оған көбейді кінәламақ болған ойлары жүзеге аспады. Енді олар көбейді өлтірудің басқа амалын ойластыра бастады. Өйткені патша әскерінің кедергісіз алға жылжып, қазақ даласын толық басып алу үшін кез келген кедергіні жойып отыруға тиіс болатын. Бірақ көбейдің жолын байлау үшін қанша адам жібергенімен сәтсіздікке ұшырай берді. Мұның бәрін көбей бір өзі алдын ала біліп, арнайы дайындалған тыңшылық қызметті әшкерелей салуы мүмкін емес.
Яғни, мұнда тағы бір күш жұмыс істеп жатыр деген сөз. Қазақтардың арнайы дайындалған тыңшылық мектебі жоқ. Әлде бұл Қытайдың немесе басқа бір елдің арнайы қызметі ме? Бұлар жіберген тыңшылар жазалау отрядтары туралы мәліметтерді олар қалай алдын ала біліп отыр? Аз ғана уақыттың ішінде осынша тыңшының ұсталуы кездейсоқтық па? Осы сұрақ қара бақсы төңірегіндегі арнайы тыңшылық қызметтегілерді қатты толғандырды. Әрине, бір ауылға қарап қалған ештеңе де жоқ. Шындаса, сау еткізіп, әскер кіргізіп, бір күнде-ақ басып алады. Бірақ әр жерде Ресей патшасының басқыншылығына қарсы бас көтеріп жатқан қазақтардың жаппай көтеріліп, бірігіп кетуіне жол беруге болмайды. Сондықтан да Көбейді өлтіру туралы нақты тапсырмамен тағы 3 адам аттандырылған. Олардың екеуі сырттан торып, біреуі қызмет етуші кейпін жамылып үйге кірген болатын. Мақсаты Көбейдің асына у қосып беріп, қан шығармай у-шусыз өлтіру. Аяқ астынан қаны тасып қайтыс болды дегенге жақсы. Бұл далада оның уланғанын тексеріп жататын ешкім жоқ. Егер бұл жоспар жүзеге аспаса, онда тойдың тарқауын күтуге тура келеді. Көбей той үстінде кісі қолынан өлер болса, мұнда үлкен шу көтерілері анық. Мұның аяғы жақсылықпен бітпейді. Той аяқталып, кісі аяғы басылған шақта жаңағы үшеу ретін тауып Көбейді өлтіруі тиіс болатын. Бұл кезде үй ішіндегі күй сайыс қайта басталып кеткен. Қобыз күйінің адам жанын тербейтін бір сиқыры бар ма? Күйшілердің бәрі бір тебіреністі күйде еді. Әсіресе бала Сүгірәлі көзі оттай жанып, мынандай дәулескер күйшілердің әңгімесін, күйін тыңдап топқа түскеніне риза. Қуанышын жасыра алмай, Алқа сұлудың бетіне қарап күлімдеп қояды. Мұның бәрін байқап отырған ұзақ күйші жұрттың назарын балаға аударады. Мына бала күйші Сүгірәліні күй сайысқа қостырған Құрманғазы еді. Жүйрік аттың шабысы құлынынан білінер деуші еді. Кәне балаға да бір кезек берелік. Әйтпесе кейінгі ұрпаққа өңкей шал шауқаннан маған кезек жетпей қалып еді деп жүрер. Ұзақтың қалжыңына алқа қотан отырған жұрт бір күліп алды. Ойламаған жерден кезек тие қалғанына алғашқыда сасып қалған Сүгірәлі ұзақтың қалжыңынан кейін тіптен нарттай қызарды. Осыншама күйшілердің алдында күй тартып көрмеген баланың ұялып, қысылып тұрғаны анық. Сонда да болса, қолына домбырасын алып, енді шерте бастап еді, ұзақ күйші қолын жоғары көтеріп тоқтатып алды. Сөйтті де балаға жымия қарап, әкелік мейіріммен кеңесін айтты. Балам, сен асықпа. Сені Құрманғазы күй сайысқа қосқан екен, яғни сенен жақсы күйші шығатынына сенгені ғой. Бірақ күй өнері тек орындау шеберлігін ғана емес, күйдің шығу тарихын нәшіне келтіріп айта білумен де өлшенеді. Өйткені әр тартылған күй ел есінде тарихымен, өз аңызымен қалады. Сондықтан тартатын күйін кімдіке, ол күй неге шыққанын әңгімелеуден баста, сонда сіңімді болады. Ұзақ күйшінің пікірін отырғандардың бәрі қолдап Сүгірәліні қанаттандырып қойды. Бұл тек балаға жол беру ғана емес, дәулескер күйшілердің кейінгі ұрпаққа жасаған үлгі мирасы еді. Сүгірәлі де бастапқы толқынысын басып, күй аңызын бастады. Мен сіздерге бейсенбі күйшінің мен сияқты бала күнде 14 жасында шығарған Жеке батыр деген күйін аңызын айтып берейін. Жаңа айтқанымдай, бейсенбі күйшінің бала кезі, әкесі Қаба деген жерде Қостай талдысы деп аталатын қоныста отырады. Сол тұста көрші рулар бір-бірімен барымталасып, арада кикілжің шығады. Бір күні бір топ атты келіп, бейсенбінің ауылын шауып, малын дым қоймай айдап кетеді. Бүкіл ауыл бір күнде қара қора болып, малынан айырылып шулап қалады. Ауылдың ақсақалдары аһ ұрып, жігіттері жер шұқып, жаяу қалғанын көріп, әйелдер жағы бір бас көтерер еркек кіндік шықпағаны ма деп назаланады. Бұған шыдамаған бейсенбінің әкесі Дөненбай намысқа шыдамай атқа мінеді.
Сөйтіп барымташыларды қуып жетіп, алтауын сойылмен қағып аттан аударады. Қалған екеуі ұрыс салып қашады. Сонда барымташыларды бездіре қуып бара жатқанда Дөненбайға жебе қақ жүректен қадалып, сол жерде қаза болады. Артында әлі боғанасы қатпаған Бейсенбі жетім қалады. Сол жетімшілік жанына батып, әрі әкесінің ерлігіне сүйсініп, 14 жасында Бейсенбі күйші Жеке батыр атты күйін шерткен екен. Енді сол күйді шертіп берейін. Сүгірәлі қысылғаннан маңдайынан шып-шып шыққан терді шапанның жеңімен бір сүртіп алды да, мұрнын тартып қойып күйді күмбірлете жөнелді. Ол әлі бала болғанымен әр пернені басқан сайын төңіректі адам көңілінің көк жібін қозғайтын тылсым үнге бөлеп домбыраны бебеу қақтырды. Оның қағысы да бөлек еді. Бейне бір құнан бәйгеге құлан қосылып кеткендей соншалықты еркін әрі сазды болатын. Күйдің тереңіне сүңгіген адам мал-мүлікке, байлыққа бола өзгенің тағдырын ойран етіп, баласын жетім, әйелін жесір еткен пенделердің күнәһар тірлігіне деген өкініш жатқанын ұғар еді. Сол байлық кімге не берді? Біреудің ырзғысын тартып ішкеннен бүйірің шықты ма? Адам өлтіріп, қарғыс арқалап тапқан байлығыңның құты бола ма? Арамнан тапқан малың адал ас болып бойыңа тарай ма? Алла жаратқан адамның жанын алуға құқың бар ма еді? Аңырап жетім қалған балаға кім пана болады? Күй осылай деп күңіренетіндей. Мынау кішкентай ғана баланың жан дүниесінен бебеулеп шыққан үн бала Бейсенбінің қасірет мұңын бүгінге жеткізіп мұңға бөлеп жатқандай. Күй аяқталды. Сүгірәлінің көзін жұмып алып беріле тартқаны сондай, тіпті бір кездерде айналасында мынау ұлы даланың күй абыздары отырғанын да ұмытып кеткендей еді. Ол күй толастағанда барып көзін ашып, ақсақалдарға күнәсіз сәби көзімен мөлдірей қарай қалды. Өзінің осынау күйді қаншалықты жақсы орындай алғанын бағалауды өтінген бейкүнә көзқарас еді бұл. Осыны байқаған ұзақ күйші мынау жап-жас баланың осынша таланттылығына риза кейіппен мейірлене қарап сөз бастады. Балам, сен Құрманғазы айтса айтқандай тума құйма құлақ екенсің. Ұстазыңның тартқанын құлағыңа құйып алып, жасқа тән ерекше бір екпінмен орындағаныңды бір көтеріліп қалдық. Өмір жасың ұзақ болсын. Мына дәулескер күйшілердің батасын ал қарағым. Ризамыз. Ал, айт енді, қандай тілегің бар? Ақсақалдар, сіздердің алдарыңызда көрген менде арман жоқ. Біріңіздің бата сұрасам, басқаңыздың батаңыздан қорғалам ғой. Мені осы күй сайысқа лайық көріп, қатыстырғандарыңыздың өзін бата деп қабылдайын. Ақылыңнан айналайын дегеніңе жет, бақытты бол. Сол Бейсенбі күйші осы сендей күнінде би атанған екен. Соны білесің бе? Оны да естігенмін, ақсақал. Баулы мықты болса бала қыран қасқырға түсетіні сияқты жетім қалған Бейсенбі күйшіге маман би тәрбие беріп, дау шарға араластырып баулыған екен. Мұрсат етсеңіздер оның алғаш билік айтып, көңілі өскенде шығарған майда қоңыр күйінің тарихын айтып берейін. Баланың мына өтінішіне баламайсан күйші рахаттана күлді. Ау, балақай, біз сенен бір күй сұрап едік, енді тоқтата алмайтын түріміз бар ғой. Айтсын, баланың бетін қайтармайық. Оның жасында өзімізде осылай тыңдаушымыз табылса, еселеніп кетуші едік қой. Қайран жастық, деді Әлекей күйші. Бұл баланың күйшілігі де, әңгімешілдігі де ерекше екен. Түбі үлкен дәулескер күйші болар. Тарта ғой тағы бір күй, деп қолдады Дәулеткерей сұлтан. Баланың нұр ойнаған жүзіне күлімсірей қарап отырған Ұзақ пен Құрманғазы да ақсақалдарды қуаттап, бастарын изеп, ықыластарын білдірді. Көк бала, Менетай, Менқара, Торғайбай, Шора күйшілер де баланың ерке қылығын қуаттап, күй тартуға ризашылығын білдірді. Алха да өзінің шәкіртінің осынша күйшінің ықыласына ие болғанына риза кейіппен оны құшағына алып, албырап отырған бетінен сүйіп, арқаландырып қойды. Сөйтіп Сығыралы Бейсенбі күйші туралы екінші әңгімесін бастап кетті. Жетім болғанымен тілге бай, өнерлі Бейсенбіні маман деген би қасынан қалдырмай ертіп жүреді екен.
Ол да әр түрлі ортада дауларды шешкенде қасында жүріп көп нәрсені зердесіне тоқи береді. Маман би өте әділ әрі турашылықты жақсы көретін бір бетке адам болған екен. Бірде-бір үлкен ас беріліп, жұрт аттарын бәйгеге даярлайды. Бала бейсенбі де қарап қалсын ба, астындағы көк бестісін бәйгеге қосады. Қызық болғанда, ошақ бәйгеде баланың аты қара үзіп алдымен келеді. Бұған ашуланған біреулер атқа қастандық жасап, үлкен бәйгеде қара үзіп келе жатқан жерінен мерт қылады. Осыдан дау шығады. Көк бесті абақ керейді болғандықтан жауапкер уақ жағы екен. Бұл дау оңайлықпен шешіле қоймайды. Қыз алып, қыз берісіп, құдан алып болып отырған екі рудың арасындағы даудың өршіп бара жатқаны уақтың ер көкше биіне де қатты батады. Қартайған шағымда олай болай боп кетсем, артымда шешілмеген дау қалып екі ел тартысып отырмаса жақсы болар еді, деген оймен ер көкше би Маман биді шақырып, даудың түйінін шешпекке ниеттенеді. Сол кезде Маман би қасына өзі баулып жүрген бейсенбіні ерте келеді. Қарқарадай биік қасына қаршадай баланы ілестіріп жүргеніне таңырқаған ер көкше би бұл баланың кім екенін сұрайды. Маман би өзінің билікке баулып жүргенін айтады. Содан екі би отырып, дауды шеше алмай тығырыққа тірелгенде ер көкше би кәрінің сөзі тәтті, ісі сәтті, жастың жалыны қатты деуші еді. Осы даудың билігін сен айтшы, деп қазақтың кейде дау шешімін балаға беретін салтымен бейсенбіге жол береді. Сол кезде бейсенбі көп тосылмастан шешімін айтады. Құдандалы екі ел күн дауласып берекесі кетсе, жиен нағашысына бара алмас, нағашысы жиенін алдына ала алмас. Бестінің құны кісі құны емес, бірақ жабы да емес, тұлпар еді. Сондықтан 500 қоймен шешілсін, деген шешімін айтады. Ақсақал билер тағы ақылдаса келе, абақ пен уақтың сонша жылдағы ағайынгершілігін алға тарта отырып, 200 қой құн төлейтін болып шешеді. Ел арасына сыза түсірген ескі дауды шешекен қаршадай баланың тапқырлығына риза болған ер көкше би астындағы атын мінгізіп жібереді. Бір өзі бір үстінде су шайқалмайтын майда жорға жылқы екен. Сол атты мініп шайқалтып келе жатқанда көңілі толқып бейсенбі күйші осы майда қоңыр атты күйін тартқан екен. Енді сол күйді тартып берейін. Сүгірәлі домбырасын қолына алып, күйді бастап кеп кеткенде, оның кішкентай қолдары домбыра сағасында майда қоңырдай жорғалап отырған жұртты өзіне баурап алды. Күйшілер мынау үлкен жүректі кішкентай күйшінің күйінен жетім қалған бейсенбінің жан дүниесіндегі қуаныштан алып ұшқан балалық қуанышын естігендей күй кешеді. Әке, қарашы, мен сен сияқты батыр болмасам да би болдым. Сөзім еленді, ел арасындағы бірлікті сақтап қалдым. Астыма су төгілмес жорға міндім. Әттең, сен менің осы бір бақытты сәтімді көрсең ғой. Менің балам би атанды, ескі дауды шешті деп мақтансаң ғой. Әттең, олай болмайды. Сен жоқсың, бірақ мен сенің орныңды жоқтатпайтын болам. Мен сен сияқты елімнің намысын қорғайтын болам. Мен бүгін бақыттымын, әке. Күй өзінің тілсіз тілінде осылай деп айқай салып жатты. Баланың осынша ойнақтата салған күйіне елтіп отырған Алқаның көзі Құрманғазыға түсіп кетті. Оның жүзі нұрланып, бұған ерекше бір мейіріммен қарап отыр екен. Жалғасы бар. Құрметті тыңдармандар, егер де әңгіме ұнаған болса, лүпіл басып арнаға тіркеле кетуді ұмытпаңыздар.